Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы эстафеталық ойындар және ережелері. Сабағымызда қолданылатын көрнекіліктер ысқырық, доп, эстафеталық таяқша, секіртпе, қалың кітаптар. Сабағымыздың мақсаты: бірінші, эстафеталық ойын түрлерін үйрету. Екіншіден, оқушылардың қимыл іс-әрекеттері мен дағдыларын жетілдіру. Үшінші, шапшаңдыққа, тез ойлауға бейімдеу. Төртінші, тепе-теңдік сақтауға үйрету. Бесінші, жан-жақты болуға тәрбиелеу. Сабағымыздың барысы: ұйымдастыру бөлімі, негізгі бөлім, қорытынды бөлім. Алдымен балалар, мына дене жаттығуларына назар аударып, бірге жасауға тырысайық. Ал балалар, бірінші, екіншіге саналып, екі топқа бөлінеміз. Топтарымызға тезірек ат қойыламыз. Бірінші ойынымыз қаппен секіру деп аталады. Белгі берісінен саптың алдында тұрған ойыншы екі аяғын қапқа тез кигізіп, екі қолымен жоғарғы жағынан ұстап, ілгері қарай секіріп, жүріп жалаушаны айналып келеді. Осы ретпен ойын қайталанады. Кім бірінші болып аяқтаса, сол топ жеңіске жетеді. Келесі ойынымыз секіртпемен секіру, яғни скакалка. Сөре сызығының бойында тұрған екі топ ойыншылары белгіленген жалаушаға дейін секіртпе жіппен секіріп барып, секіріп қайтады. Келесі ойыншыға секіртпе жіпті жылдам тапсыру керек. Ойын осылай жалғасады. Қай топ жылдам секіріп келсе, сол топ жеңіске жетеді. Келесі ойынымыз доп ұру. Командалардың бірінші ойыншылары ойынды бастайды. Белгіленген жалаушаға барғанша оң қолмен допты жерге соғып, ал келгенде допты сол қолмен жерге соғып алып келеміз. Ойыншылар бір-біріне допты беру арқылы ойынды жалғастырады. Қай топ бірінші келеді, сол топ жеңеді. Допты алып жүру. Ер балалар допты аяғымен барарда кедергілер арасымен алып барып, қайтарда тура допты алып жүру. Ал қыз балалар болса, барарда кедергілер арасымен допты ыршытып апарады. Тепе-теңдік сақтап жүру. Қалың кітапты басымызға қойып, тікемізден тік жүріп, белгіленген жалаушаға дейін барып келеміз. Келесі ойыншыға қол беру арқылы ойынды жалғастырамыз. Қай топ тез келеді, сол топ жеңеді.
Ал қорытындымызға келетін болсақ, оқушылар сапқа тұрамыз, тыныс алу жаттығуларын жасаймыз, қай команда жеңіске жеткенін хабарлаймын. Үйге тапсырма: эстафеталық ойын түрлерін өз бетімен ізденіп, қалай ойнау керектігін біліп, үйреніп келу. Ойынға жақсы қатысқан оқушыларды бағалаймыз. Сау болыңдар. Назарларыңызға рахмет.